Ассалаумағалейкум қадірмен телекөрермендер. Бүгінгі ерен еңбек бағдарламасында біз омарташылар туралы сөз етеміз. Енді мына кіріп шығып жатқан араларды өздеріңіз көріп тұрсыздар ғой. Дәл қазір сол аралар бал жинау үстінде. Енді олар қалай жинап жатқанын егжей-тегжейлі білу үшін бағдарламамыздан алыстамаңыздар. Бал арасы туралы қасиетті Құран аятында келген. Аятта былай баяндалады. Таулардан, ағаштардан және адамдардың салған күркелерінен ұя жасап ал. Сосын әртүрлі жемістерден жеде, Раббыңның саған оңтайластырған жолымен жүр деп уақи етті. Араның қарыннан адамға шипалы түрлі түсті бал шығады. Әлбетте мұнда ойланған қауым үшін ғибрат бар. Міне, бал арасы көктемнің гүл-гүлдеп шүйгінді шөбі шығатын маусымында бал жинау үшін тын бастан гүлден гүлге қонады. Барлауға шыққан ара қоректі гүл мен шүйгінді шөпті іздейді. Міне осындай бал арасын бағып 15 жылдан бері омарташылықпен айналысып келе жатқан Нұрбол ағамыз өз бауырларымен омарта шаруасына кірісіп кеткен. Омартада ең керек нәрсе мынандай табиғатпен етене жұмыс істеу, әртүрлі гүлдеп тұрған именно осы бір бал беретін, сол балдың бір дәмдігі, неше жағынан шипалы болатын өсімдіктерді тауып, сол жерге осылайынан немен әкеп, көшіріп қойдыру. Қалғанның бәрі бұл Алла Тағаланың өзіне беріп қойған нәрсесі, ара өзі керегіне қонып, керегін балын алып келіп, ұяның ішіне жаңағындай тор көздерге жинап, сол жерде өзінің арғарайғы несіне қылады. Қазіргі кезде омарташылар балды көп алу үшін араларға бар жағдайды жасауға тырысады. Мәселен, бал арасы бал жинайтын балауызын жасауға бірталай күн мен күш қуатын жұмсайды. Ал қазір уақытты үнемдеу үшін арнайы орталықтар жасап шығарған дайын балауыздар қолданылады. Арнайы лекала дейді, матрица болады. Соған өткізіп, жұқа ващина ретінде аламыз. Жұқа қағаз ретінде, бұл оның формасы. Соны жаңа таяқшаға жапсырған кезде бұл содан өзі ұяларды жасап сөйтіп неғып шығарады. Шаблон сияқты болады, ара уақытын өлтірмейді. Уақытын өлтірмейді. Өйткені бұны жасау үшін бұған бәленбай жаңағындай балауыз өздері бөлу керек. Оны бөлу үшін бұларға сырттан тағы да қосымша әр таяқшаға 100-150 грамм бал кетеді, жаңағы балауыз бөлу үшін. Оған су тасушылар болады. Ананың бәрін жуап. Біраз күш кетеді. Біраз. Соны біз өте бір үлкен жинақтап, дайын әкеп қойып, керек сумен бетін шайып, соны салып береміз. Иншалла, кешке қарай қойылған жаңағындай машинамызды ертесіне түске дейін туып, оның ертесіне сөйерге аналық жұмыртқа туып, балын жинап, сөйтіп. Процесті өте жылдам мөлшерде қысқартамыз. Байқасаңыздар, бал құятын ұя клеткаларының 6 бұрышты екендігін байқайсыз. Ол неге 3, 4, я болмаса 7, 8 бұрыш емес, дәл 6 бұрыш. Ғалымдардың дәлелдеуінше тегіс кеңістікте ұя тор клеткаларын бір-бірімен үйлесімділікпен арасында қуыс қалдырмастан орналастыру ісінде 6 бұрышты геометриялық кескіннен артық қолайлы сәулет өнері жоқ екен. 3-4 бұрышқа да бал құюға болады, бірақ оларда бос орындар көп қалады. Және оның бұрыштары аса кең болмағандықтан балды толық толтыра алмайды. Ал 6 бұрышты клеткалар арасында ине шаншар жер қалмайды. Міне сондықтан бал арасына тек 6 бұрышты ыдыс қана ыңғайлы. Ара ұясының клеткаларын 6 бұрышты етіп салуды үйреткен Алланың құдіретіне қалай таңғалмайсыз? Және де араларға бұны балды құю үшін әдейі 14 градус қиғайлатып жасайды. Оның ішіне өткені бұл екі жағынан қиғаш болып келеді сонда, қиғаш болып келген кезде бұған балды құйған кезде балдың төгілмеуі және олардың өздерінің жұмыс істеуіне де ыңғайлығы. Алла Тағаланың сөйтіп бұның жаратып қойған нәрсесі. Мына жәшігіміздің ішінде бір ғана аналық болады? Неге ол бір ғана аналық? Бір ғана аналық болады. Бұл жерде өзіңіз атап өткендей, бір аналық бұл бір ұяның ішіндегі барлық климатты, атмосфераны жасап тұрушы. Мына жерде бір аналықтың күніне 500 жұмыртқадан бастап 2,5 мың күніне жұмыртқа туалады. Жұмыртқа, әр шыққан жұмыртқаң бұл 23-25 күннен кейін араға айланады.
Ал сол ұяда екінші аналық пайда болса болды, біз секілді жеке шаңырақ болып енші алуға асығады. Жас отбасының көрпе жастығы мен қазан ошағын ала кететін секілді, араларда ұядағы жарты жұмысшы араларды лестіре кететінімен қоймай, шырын қорында бал сауытына тыға кетеді. Сондықтан да бір ұяда бір ғана аналық болу керек. Бүгінде омарташылар сол аналық араның асыл тұқымын алумен де айналысады. Мыналарды маточник деп аталады. Осылардың ішінен аналықтар шығарылады. Мына жауып қойған кішкене мына. Иә, мыналарды. Осының ішінде сонда аналық ара бар, иә? Аналық ара бар. Асыл тұқымда аналықтан шыққан аралар жақсы бал жинайды. Жазықта да, тауда да балды жақсы жинап, ашулы болмайды. Иә. Енді оны асыл тұқымды деп айтуға ол жаңағы жұмыртқасын бір жерден алдыңыздар ма? Қалай ол? Асыл тұқымды бір аналық болады, сол асыл тұқымды бір аналықтан жұмыртқаларын алып, осыларға беріп, осылары өстіп, жаңағыдай маточник тұрғызып, осылардан асыл тұқымды аналық шығады. Будандастыру бір әдісі араларда да бар екен ғой. Иә, қызық. Бұл аналықтар қанша күн өмір сүреді? 5 жыл, 6 жыл, 7 жылға дейін өмір сүре береді. Ой, онда ұзақ өмір сүреді екен, е? Ал мына жерде қанша күнде шығады? Аналық, асыл тұқымды аналығымыз. 15-20 күннің ішінде шығады. Мына енді сыртын түгел жауып тастаған ғой, аналық сыртына шыға ала ма бұлай? Өзі мына айналасын кеміреді де өз ішінен шығады. Үлкейіп дайын. Ол өзі аналық піседі, піскеннен кейін аналық өз ішін кеміріп шығады. Ара патшасы, еркек ара, жұмысшы ара деп үшке бөлінеді. Жұмысшы араның дене тұрқы кішілеу, өңі қара, басы, кеудесі және жонында сұрғылт сары нүктелері болады. Аузы үлкен, бал жинауға қолайлы болып келеді. Еркек ара жұмысшы арадан сәл үлкен, құйрық жағы жұмыр болады. У безі және шанышқы инесі болмайды. Ал ара патшасының денесі ұзын, қанаты қысқа, көбею органы ерекше жетілген. Аяғында гүл тозаңдарын жинайтын тозаң себеті, сондай-ақ балауыз шығаратын балауыз безі болады. Мынандай дәу көлемдегі ұяда орта есеппенен 5.000-нан 50-60 мың штук араға дейін болады. Бір ұяның ішінде ма? Бір ұяның ішінде. Бұның ішінде өзінің бір аналығы болады. Сол аналығының жәнінде жүріп, соған бір жағдай жасайтын, бір сондай бір өзінің қасындағы аналығын күтіп бәйек болатын бөлек бір топ болады сондай. Иә, осы бір свита дейді, соны қоршап жүріп, соған бір жағдай жасап, соның бір ас үстіне түсетін не болады. Соның арқасында жаңағындай аралар жұмыс істеп, балды алып келіп беріп, ішінде балалары бар, біреу балаларына тамақ береді. Алла тағала бұл жерде бәріне сатылап қойған. Сен істеме, мен істе жоқ. Әрқайсының өзінің жасына қарай бұл жерде өзінің жұмыстары бар берілген. Нұрбол аға, мына қарап тұрсам аралардың кіріп шығып тұрған жеріне тор орнатып қойыпсыздар. Ол ара кірмесін дегендеріңіз бе, әлде сондай болу керек па? Бұлар табиғатта әртүрлі гүлдің тозаңдарына, гүлдерге қонып, солар тозаңдырып не қылады. Сол үшін бұлар өздеріне және де балаларына тамақ ретінде гүлден тозаң жинайды. Сол тозаң бұлар өздеріне артығымен әкеледі, соның бір определенный бір несін адам өзіне пайдалану үшін алып қаламыз. Осы тор қойып, ара тордан өте алады да, артындағы аяқтарына байлап алған жаңа гүлдің тозаңдары сол тесіктен өте алмай, астындағы біздің әдейі қойып қойған қаушаққа жиналып, кейін біз жинап, өзімізді оны пайдалануға жұмсаймыз. Сонда жаңағы тесігіміз тек қана ара сиятындай ғана тесік, иә? 5-6 мм дейді, бір өте кішкентай ғана мөлшерде, бұған сол араның сию денесіне ғана ықшамдалып, бұл тесіліп, осылайдан қойылады. Енді ол тозаңның не істеуге болады, тозаңды? Жиналып алған гүлдің тозаңы. Бұл Алла тағаланың құдіреті, бұның тозаңның құрамында адамның организміне керек етілген көптеген витаминдер, аминокислоттар, адамның сүйегінің, жас адамның өсуінің процесіне барлық витаминдер осы гүлдің тозаңында жиналып қалыптасқан. Ұядағы әрбір ара өзінің қызметі мен міндеттерін жақсы біледі және оны мүлтіксіз орындайды. Бір маусымда бір ғана ара ұясында 70-100 келідей бал жиналады. Аса шебер Алла тағала өз құдіретімен араның ауыз қуысын бал жасайтын кішігірім цех етіп қойғанына қарап таң қалмасқа шараң жоқ. Балды бұл негізі өз үшін жинайды. Бұл бірақ өзіне өте үлкен артық мөлшерде жинайды да, ал адам соның тіршілігіне араласып, соған керегін ғана қалдырып,
артық деген адам өзіне алып өзінің несіне жаратып отырады. Сонда ара өздерінің жаңағы қорларынан артығын жинайды. Сіздер жинап алған кезде өздерінің қорларына тиіспейсіздер, қалдырасыздар да тек артық мөлшерін ғана жинап аласыздар. Артық мөлшеріндегісін алып отырамыз. Бал арасы басқа араларға, басқа жәндіктерге қарағанда бұлар қыста жаңа клинический смерть дейміз ғой, ондайға ұшырамайды. Бұлар жаздағы жинаған балын сол қыс бойы бір жай қимылменен бір жей бастайды ғой. жеп сөйтіп шығады. Бұл басқа аралардан ерекшелігі де сол болып тұр ғой. Енді қадірмен телегөрермендер, біз енді ойлаймыз ғой, көп тіршілік иелері бар, мысалы жыланымыз бар, шыбынымыз бар, арамыз бар. Жаздың күні өмір сүреді, қыста өліп қалады, көктемде қайт тіріледі деп ойлайтын едік. Енді өзім қазір біліп отырмын, бал аралардың ішіндегі қыста өлмейді екен, өзінің жинаған қорын қыстай жеп жатады екен. Қызық. Аралардың тағы бір қасиеті тазалық сүйгіштігі. Аралардың артқы аяғы арасында тарақ секілді мұрттары болады. Олар жүрген жерін сыпырып тазалап отырады. Ал кейбіреулері жамбастарына жабыстырып алған гүл тозаңдарынан жасалған балауыздарымен ұяның кем-кетік жерлерін бітейді. Сондай-ақ бұның өткен өмірі бір жұмыс кезінде бір 25-30 күндей делінген кітап бойынша. Сол бір 25 күннің ішінде бұл қартайып өлгені бар, ұяның ішінде өліп қалғаны бар. Болмаса ұрлық үшін келіп, сол жерде төбелесіп құрбан болғандары бар. Олар ішінде өлген араны, әртүрлі қоқыс, гүлдерден қалған тозаңдардың жерге түсіп қалғандығы, бір сынған қанаттар сияқты нәрселердің бәрін бұлар ішінен тазалап сыртқа шығарып отырады. Бұл өте бір тазалықты керек етеді. Таза болып тұр ғой сонда. Ішінде бұл және де бұл аналық өзінің жаңағы ячейкаларға жұмыртқасын тумас бұрын оның ішіне аралар оны әкеп жуып, тазалап, дезинфекция жасап, содан барып аналық ара туғанда өте бір тазалықты бір керек етіп, соны бір қатты ұстанатын жәндік. Әр ара өзінің қоржынына өз салмағының жартысына жететіндей шірне жинай алады. Олар жинаған шірнесін ұядағы жас араларға жеткізеді. Жас аралар шірнені тор көздерге салады. Ле қанаттарымен желдетіп, артық ылғалын жояды. Араның сілекей безі шірнедегі қан құрамын өзгертіп, оны балға айналдырады. Бұның әкелген нектары, бұның сұйық болып келгендіктен, бұны алып келіп, ұяшықтарға құйып, 4-тен 3 бөлігін бал қылып шығарады да, қалған 1 бөлігін пар ретінде сыртқа қанатыменен желпу, воздух прогонять ету дейді ғой, орысша айтқан кезде. Сөйтіп воздух прогонять етіп, бұны күбі піскендей қылып тұрып пісіп, сол 4-тен 3 бөлігі ғана балға айланады ғой. Сөйтіп бұл қоюланады, пісіп, жетіліп, 1 аптаның ішінде бүгін әкелген нектар 1 аптаның ішінде балға айланғандай, сөйтіп соны жоғарғы 1 аптадан кейін жоғарғы жағына шығарып, өздеріңіз көргендей бетін жауып, сөйтіп складқа сақтағандай тұрып сақтап қояды. Бал жиналып болдау деген уақытта арнайы түтін шығаратын ыдыспен омартаны түтіндетіп алып сосын ашады. Олар түтіннен қорқады, себебі өрт шықты екен деп ойлап бастарын өздері жинаған балға тығып, оны алып кетудің қамына кірісе бастайды. Міне сол кезде олар омартаның астына қарай түсіп кетеді. Сол кезде ұяларды алуға қолайлы болады. Ал балға толған ұяларды арнайы ыдысқа салып айналдыру арқылы өңдеп алады. Міне біздің бағдарламамызды дайындауға тырысқан балымыз міне дайын болды, кесемізге құйып алдық. Енді бірақ бұның үстінде байқап тұрмыз, араның қанаттары, жаңағы аяқтары көрініп тұр, гүлдің тозаңдары. Енді бұл қалай енді? Осы күйінше тазалайсыздар ма, әлде осы күйінше қала ма? Бұл не істейсіздер енді бұны тазалау үшін? Жоқ, бұл жерде табиғи таза бал болғандықтан, бұның жаңа көріп отырсыз, ұядан алынған процесі. Бұның ішінде араның қанаттары, бір бастары, гүлдің тозаңдары деген нәрселер бар. Солардың бәрі таза балдың бір кереметтілігі сода. Бұған керек десеңіз құм араластырып қойсаңыз да, бір күннен кейін құмның бәрін бұл бетіне шығарғандай қылып тұрып, мына қанаты бар, несі бар, гүлдің тозаң бәрін тап-таза қылып бетіне шығарады. Өйткені таза бал астына қарай бөгде нәрсені өзіне алып жинамай ма? Сонда мұнан ешқандай сүзудің қажет жоқ. Бір күн тұрса болды, барлық нәрсе бетіне шығады, қалқып алып тастаймыз. Қасықпенен жайлап алып, бәрін қалқып алып тасталынады. Қадірмен телегөрермендер, бүгінгі бағдарлама барысында алған балымызды алдымызға қойдық, міне дайын болды. Енді дәмін көруге тырысамыз. Бисмилля. Енді қалай болып шықты екен көктемгі таза балдың дәмі. Бисмилля.
Керемет енді. Көктемгі балдың дәмі өзінше бір ерекше болады екен. Енді біз 10 күн емес, 20 күн емес, дәл бүгінгі дайындалған балдың дәмін татып тұрмыз. Өмірімде бірінші рет осы балдың дәмін татып тұрмын. Керемет енді. Омарташылар дала гүлдерінің қай кезде өсетінін, қай гүлдің бал беретінін жақсы білу керек. Сонда ғана гүлі жайқалған жерге көшіп қона алады. Ал бал арасымен қоныстанған жер гүлге бай болса, онда аралардың бал жинауына қолайлы болады. Сондықтан да қоректік ортаны анықтай алумен қатар араны күтіп баптау, үнемі қадағалап қарау да оңай емес. Бұл арамен айналысу, жаңағы далаға апарып қана қоюмен ғана шектелмейді. Бұл да бір қажырлы еңбекті, бір шыдамдылықты керек етеді. Соған қарамастан мен осы өзімнің кәсібімді мақтан тұтамын. Өзіме ұнайды.